Sizlerді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отыра сіздерге дайындаған қалжыңы жарасқан видеоролигімізді көңілді күйде көрулеріңізді сұраймыз. Барлығы тек қалжың мен әзіл. Сонымен бастайық. Сіздің аты жөніңіз? Ақбал Жүнісова. Мадина Сарбақасова. Димаш Құдайберген. Сарымбаева. Мақпал Жүнісова. Саят Медеу. Садыр Адинова. Мақпал Жүнісова. Мектепте ұнатпайтын әріптесіңіз? Көп қой негізі. Мадина Язбекова бастауыштан. Фитора достарым. Қараева Әйгерім ғой бар, е? Қараева Әйгерім. Әйгерім бар. Құрбым Избаева Эльмира. Тарих пән мұғалімі. Сәбита болған. Жармаймын, иә, барлығын бірдей. Праволық ләйлі қойт мысалы. Таня апай. Мұғалімді бөліп жармаймын. Барлық мұғалімдерді. Мұғалімдер бөлмесінде не істейді? Сөйлейді көбінесе, телефон шоқиды, кейбіреулер тұрып орындарынан жүреді ғой, сондай ғой енді. Қатты не байқамағам өзім. Сыныпта айқайлайды, жүгіреді, телефон шұқып отырады. Сөйлеседі, айғайлап сөйлейді. Айтқан тапсырманы орындамайды. Бос қойсаң шулайды. Бос қоймау керек болады. Тапсырма беріп тастау керек. Қызықты жайттарымен төбелеспейді. Тек бір-бірімен әңгімелесу бойынша шулайды. Бір-бірімен әңгіме араласады, жаңағы сөйлейді. Сондай кезде ғана шум болады, бұлайса қағаз, ондай нәрсе лақтырмайды. Көбінше қағаз лақтырады, иә. Бір-бірімен алысады. Педсовет қалай өту керек, қайда өту керек? Қана жастарға арналған бағдарлама болу керек. Ол өте қызықты болу керек, өйткені олардың өмірінде ол бір-ақ рет болатын нәрсе ғой. Сондықтан есте қалатындай, сол жастарға арналған бағдарлама құрылып, Көңілді, жиналыс болмай, еркін өту керек. қызықты болу керек. Енді ойындармен деген сияқты. Жаңағы не дейді? Тілектері аз болу керек, ішінде ойындары, билері көп болғаны дұрыс. Қызықты болады. Керемет өту керек. Дастархан өте кең, әдемі жайылу керек. Несіне қарап не қылады ғой, мысалы. Шама шарқына қарап істейді. Менің емше дастарханы кәдімгі қазақтың ұлттық тағамдары қойылып, жаңағы қызықты өту керек. Барлық жаңағы отырған тойда отырған адамдар барлығы ат салысып, қызықтырып, барлық сөйлеген адамдарды тыңдап, сөйтіп өтсе Неміз адамның өзінің несіне қарай болса деп жаңағы ұлттық тағамдар бар, басқалар бар, жаңағы үйіп-төгіп берудің қажеті жоқ деп. Бәрі толығымен болған жақсы ғой. Тола болып, асқа, дастарханның асқа тола болып, адамдарды шақырған адамдардың тола болып отырған жақсы. Мектеп формасы қандай болу керек? Қыз балдар маскарадный киінген жақсы. Түрлері көрінбей, түрлері бейтаныс, бір-бірін танымайтын дәрежеде болса өте керемет көрінеді. Өзім Хэллоуин, андайға бір еліктеп кетеді ғой, бірақ әркім өзіне ыңғайлы, ұнаған, жарасымды киім кисе болды деп ойлаймын. Балдар ше? Ұлдар ма? Ұлдар да сондай. карнавал ретінде бір-бірлерінің түрін танымай, қызықты. Киім киген ұнайды маған. Қандай болса да ұзын киіп, жылтыраған, биік өкшеде, сәнді. Ұлдар әнші? Ұлдар енді анандай карнавалмен киінгендер ұнайды маған. Жаңағы. Қызықты болу үшін маскарадный киімдер кию керек. Әртүрлі елдің, әртүрлі көп қой қазір. Цыганский киім, анандай киім, мынандай киім, сондай бәрі сондай киіп келсе, мұғалімдер де, оқушылар да сондай киіп келсе өте қызық өтеді деп ойлаймын. Қазақша көйлегін киеді мысалы,
одан кейін жаңағы не дейміз аңдардың киімдерін киген дұрыс па негізі? бальный киіну керек, ашық шашық емес, шли андай болмасам ана кейіпкерлердің киімдерін кию керек деп ойлаймын. Uzun көйлекпен әңгімелеп шықпай өзіне жарасымды болып келеді да. Bitti!